Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін медовик әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен үлкен ыдысқа су құйып, үстіне кішігірім ыдысты салып, сол кішігірім ыдысымызға жұмсақ сары май, қант, балды қосып, жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттеріміз еруі тиіс. Енді үстіне 3 жұмыртқамызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Массамыз біркелкі болған соң, үстіне ас содасын саламыз. Осы кезде біздің массамыз көпіруі қажет. Бұл процесті шамамен 5-10 минут қажет етеді. Уақыт өткен соң ыдысымызды оттан түсіреміз. Енді шұңғыл ыдысқа алдын ала дайындалған балды массамызды құйып, үстіне шым-шым тұз салып, електен өткізілген ұнды сеуіп, жұмсақ қамыр илейміз. Бізде осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Оны тоңазытқышқа жарты сағатқа жібереміз. Уақыт өткен соң қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде 12 бөлік шықты. Әрқайсысын оқтаудың көмегімен оқтаулаймыз. Кейін 22 сантиметрлік ыдысымызды немесе формамызды қойып, шет-шеттерін кесіп дайындап қоямыз. Пергамент қағазына салып, қызып тұрған пеште 7-10 минуттай пісіреміз. Осы кезде қамырымыздың бетін шаншқының көмегімен тескен дұрыс. Торттың корждары піскен соң, шет-шетінен қалған қалдық корждарды осылай блендердің көмегімен немесе оқтаумен үгітеміз. Келесі кезекте торттың кремін әзірлейміз. Ол үшін салқындатылған сливкеге қант ұнтағын қосып, массамыз сәл қоюлана бастағанда қою қаймақты саламыз. Қаймақтың майлылығы 20-дан жоғары болған дұрыс. Енді миксердің көмегімен креміміз қою болғанша араластырамыз. Бізде осындай қою крем шықты. Сонымен қатар медовикке грек жаңғағын қосамыз. Ол үшін алдын ала грек жаңғағын осылай үгітіп аламыз. Немесе блендердің көмегімен де үгітуге болады. Барлығы дайын болған соң тортымызды жинауға кірісеміз. Тортымызды кольцода жинаған дұрыс. Алдымен корж, кейін крем. Жақсылап кремімізді тегістеп, үстіне тағы да корж, крем және осы кезде уатылған грек жаңғағын саламыз. Дәл осы ретпен біздің барлық корждарымыз біткенше тортымызды жинаймыз. Жиналған тортты шамамен тоңазытқышқа 8-10 сағатқа жібереміз. Уақыт өткен соң оны корждан қалған үгітінділермен осылай жан-жағына жағып шығамыз. Тортты әрі қарай әсемдеу өздеріңіздің фантазияларыңызда. Мен осылай шоколадный вазаның көмегімен әсемдедім.
ол үшін шоколадты ерітіп, арнайы осындай ваза формасын бердім. Кейін осы вазаға кез келген өз қалауыңыздағы желектерді салсаңыз болады. Осымен біздің медовигіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде осы рецептпен тортты дайындауға кеңес беремін. Еш өкінбейсіздер. Келесі кездескенше.